Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде жаңа сериал болады. Жаңа серияның тақырыбы жатақхана деген серия болады. Бұл бізде бірінші бөлім. Бұл идеяны маған бір қыз тастаған, есімі Назерке. Осы серияны түсірші деп айтты. Мен соның айтқанын орындап жатырмын. Ендеше менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Ақерке, білесің бе? Бүгін бізге новенький қыз келеді ғой. Соны ұмытқан жоқсың ба? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Қалай ұмытамын? Конечно, ұмытқан жоқпын. Ол қандай қыз екен? Иә, мен сияқты болатын шығар. Лунаның фанаты болып жүреміз екеуміз. Оны алда көреміз енді, келсін. Так, осы жатақханама көрейінші, адресін көрейінші. Так, иә, осы адрес екен. Ендеше осы жатақханаға кіріп көрейін. Вау, күшті ғой жатақхана. Мына жері кухня екен. Вау, мынандай кофесі бар екен. Күшті, ой, мына картинаны қараш. Вау, күшті. Так, енді келесі бөлмеге кеттім. Вау, мына жер біздің комнатамыз ба? Әдемі екен. Сәлем, қыздар. Сәлем. Сәлем. Мен Новидан келген қызбын. Енді мені айтқан шығар, я Новидан келеді деп. Я, айтқан. Сен Лунаның фанатысың ба? Луна деген не? Мен Лунаны танымайды екем. Ой, бұл Лунаны танымайды ғой. Луна деген не? Жоқ, ешнәрсе. Біздің қатарымызға қош келдің. Я, қош келдің. Ендеше заттарымды жайғастырайын. Мынау менің фотосуретім. Мынаны қоя салайын. Өзі қыздар күшті екен. Ақкөңіл екен, маған ұнады жатақхана. Күшті, енді алда көреміз. Мынаны қоя салайын. Және де мынаны қоя салайын. И болды, кеттім. Ал енді бір-бірімізбен танысайық. Ендеше мен бастайын. Менің есімім Адина. Менің жасым 17-де. Менің сүйікті хоббиім ән айту. Аха, енді мен айтайын, я? Я, енді сен таныстырш. Біз сені танымаймыз дегендей. Я, біз мына Адина екеуміз кеше танысып қойғанбыз, кеше осы жатақханаға келіп. Я, менің есімім Әйгерім. Жасым 19-да. Ал сүйікті хоббиім би билеу. Күшті, ендеше мен бастайын. Менің атым Жанерке. Менің жасым 21-де. Ал менің өзімнің фанатым бар. Ол Луна. Ол өте әдемі қыз ғой. Я, енді ол Лунаның фанаты ғой. Түрінен көріп тұрған шығарсың. Мен бірақ Лунаны танымайды екенмін. Я, бірақ сен Лунаны танымайды екенсің ғой. Жарайды, ас болсын, тамақтарын жеп алдыңдар. Дәмді. Я, менің қарным ашып келе жатқан еді. Дәмді болыпты. Рахмет саған. Оқасы жоқ. Мен кеттім, қыздар. Тоқта, Жанерке, қайға баратсың? Енді әділдікпен болсын да, мен тамақ пісірдім, енді сен жинайсың. Қумашы, Әйгерім жинайды ғой. Жоқ, сен жинайсың, ол енді жаңадан келді ғой. Үйренсің да, кеттік Әйгерім. Ладно, кеттік. Енді біз де үйренген жоқпыз ғой, сірә жинап жүріп қой. Бір үйінде ыдыс жумай ма? Жуалады ғой. Мен жинайын ба тағы да? Бір тикток түсірем ба десем. Давайте волейбол ойнайық. Сен ойнай аласың ба? Я, мен ойнай аламын. Жарайды, ендеше ойнайық. Күшті ойнайды екенсің. Я.
бір әрең дегенде жинап болдым ғой. Қазір өзім тикток түсіріп қоятын едім ше. Уақытым кетті ғой. Кетті, ендеше тикток түсірейінші. Қараңдаршы, өздері ойнап жатыр, ал мен болсам жуып келдім ыдыстарды. Мен сендерге қатты ренжідім, қойыңдаршы, кетіңдерші бар.